Отбасы сыйластық, жарастық орнаған орта, кішкентай отан отбасынан басталады дегендей, отанға құрмет көрсету. Ал енді 9-шы В сынып оқушыларының отанға, отбасыға деген құрмет көрсету бейнероликтерін тамашалаңыздар. Мама, отбасында құрмет көрсету неге маңызды деп ойлайсыз? Қызым, отбасында құрмет көрсету деген өте маңызды. Себебі ананың балаға деген құрметі болмаса, ананың жарына деген құрметі болмаса, баланың анасына деген, әкесіне деген, бауырына деген құрметі болмаса, ол отбасында береке болмайды, қызым. Осы құрмет көрсету тұрғысынан қандай ғұламаның айтқан ойын, пікірін білесіз? Осы орайда менің ойыма пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламның сөзі түсіп отыр. Ол кісі айтады, бірінші кімге жақсылық жасау керек деп сұрағанда, яғни жақсылық жасаудың артында құрмет деген сөз тұр. Сондықтан ол кісі айтады, ең бірінші жақсылықты дейді анаңа жаса дейді. Содан кейін тағы анаңа жаса, содан кейін тағы анаңа жаса деген оның сондай керемет сөзі бар. Яғни жақсылықты, құрметті бірінші анаға жасау керек екен. Содан кейін барып екінші әкеге жасау керек екен. Киелі туған топыраққа тартады балалық сезім. Бесік тербелген үйім, шертесің көңілдің күйін, арманға шақырған ақтан, ақ жауын ақ батасыйын. Тербелген даламның гүлі, ыстық қой шуақты күні.